Сәлем балақай, сені каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бірге 62-ші сабақта берілген тапсырманы орындайтын боламыз. Бірінші тапсырманы қарайтын болсақ, суреттен қандай фигураларды көріп тұрсың? Үйлердің нөмірін кему ретімен ата дейді. Бұл жерде әртүрлі ғимараттар берілген. Бұл жерден біздер шеңбер, тік төртбұрыш, трапеция және шаршыны көрсек болады. Енді бұл жердегі әрбір үйдің номерін кему ретімен атауымыз қажет, яғни ең үлкен санды тауып, содан кіші санға қарай атап шығамыз. Бізде ең үлкен сан бұл 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. Келесі. Сырым, Талғат, Меруерт үшеуі бір үйде тұрады. Екеуі 5-ші қабатта, ал біреуі 8-ші қабатта тұрады. Сырым Талғаттан төмен тұрады. 8-ші қабатта кім тұрады? 8-ші қабатта Талғат тұрады. Себебі ол Сырым Талғаттан төмен тұрады деп тұр. Сырым мен Меруерт екеуі 5-ші қабатта тұрады. Келесі есепте. 70-тен 50 азайтамыз 20, 80-ге 0 қосамыз 80, 70-ге 50-ге 20 қосамыз 70, 20-ға 70 қосамыз 90. Келесі 80-нен 10 азайтамыз 70. Келесі 60-тан 60 азайтамыз 0. 8 сантиметрге 2 сантиметр қосамыз 10 сантиметр. Келесі 8 дециметрден азайтамыз 9 дециметрден азайтамыз 8 дециметрді 1 дециметр. 7 дециметрден 4 дециметрді азайтамыз 3 дециметр. 3 сантиметрге 6 сантиметр қосамыз 9 сантиметр. Келесі үшінші ойланып жауап бер. Кастрөлге 1 стакан сүт құйды. Кастрөлге тағы 3 стакан сүт құйды. Егер үлкен стакан ішіне 2 стакан сүт құятын белгілі болса, онда кім сүтті көп құйды? Әрине, бұл жерде кішкентай қызы кастрөлге сүтті көп құйды. Келесі күн тәртібі жоба жұмысы. Циферблат арқылы уақытты көрсет. Қай уақытта ойнатыныңды, ертеңгі тамақ жейтініңді, мектепке баратыныңды, оқитыныңды, серуендейтініңді, немесе ойнайтыныңды, ұйқыға жататыныңды айт. Бұны сағаттың үлгісін жасап, сол арқылы көрсету қажет. Бұл практикалық жұмыс. Оны үйден өзің қай уақытта ойнатыныңды және сабақ оқитыныңды көрсетсең болады. Бүгінгі сабақта берілген тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта күтемін. Сау бол.